Жүсіп пайғамбар қиссасы. Жұт 7 ағайынды. Жүсіп ірі іске кіріспес бұрын жатпай тұрмай толғанды. Сарайдағы ең сұңғыла уәзірлерді іріктеп қасына алды. Кеңесіп пішкен тон келте болмайды деп бәрімен ақылдасты. Төрелерді түгел тыңдап, кеңесіне құлақ асудан жалықпады. Әуелі егін егуге жарамды жерді таңдады. Ніл жыл сайын көктем келгенде арнасынан асып таситын. Сол кезде жағалауын құнарлы қара балшық басып қалатын. Құрғаған соң ол жер қара топыраққа айналатын. Қара топыраққа қандай дақыл түссе де түбінен басына дейін өнім беретін. Содан кейін Жүсіп құрт-құмырсқа, тышқан, торғай көп мекен еткен түзді де таңдады. Серіктері оның бұл ісіне қатты таңғалып: «Уа мырзам, Нілдің жағасынан егістік таңдағаныңызды түсіндік. Бұл бұрыннан бар дәстүр. Дарияның да кенезесі кеуіп, суы бір тартылмапты. Сондықтан Ніл жағасындағы ат тұяғындай жердің бос қалмағанына өзіміз де разымыз. Бірақ мына ісіңізге жол болсын. Құрт-құмырсқа, тышқан, жылан тәрізді жәндіктер жайлаған айтақырға неге назарыңыз түсті? Тұқым себілген сәтте құрт-құмырсқа тасып кетпей ме?» деп күдіктерін ашық айтты. Ақылман Жүсіп байсалды кейіпке бүйдеді. «Иә, күдіктерің орынды. Бірінші Нілдің жағасынан жер таңдағанда Мысыр халқының дәстүріне жүгіндім. Әрбір атыраптың қасиеті мен қуатын тексеріп, қыртысына үңілдім. Одан кейін атамекенімнің егіншілік салтында ойға алдым. Менің ата жұртым кенғанда су тапшы, бірақ егін салса елсіз түздің өзі құлпыратын. Алтын масағы семіз аттың жонындай жылтырайтын. Себебі жыбырлаған жәндігі мол жерге егетін. Көктем шыға салысымен тайлы таяғы қалмай бусанып жатқан ту өңірге тұқым себетін. Күз болғанда салған дәнін жетеселеп қап-қаптап жинап алатын. Тіпті қырман басында кедей-кепшікке де сыралғы етіп сыйлап алатын. Дихан бабаның ғұрпынан бір жаңылмайтын. Ниеті кең болғасын, несібесі де тарылмайтын. Әсілі астық, құрт-құмырсқа, тышқан, торғайы көп жерге бітік шығады. Оны ата-бабасының еңбегін зерделеп көкірегіне түйген жан ғана ұғады» деді. Барлығы Жүсіптің ақылына риза болып сүйсінді. Тіпті топырақтың құпиясын бес саусағындай білетін дихандардың өзі көп нәрсе түйсінді. Бәрі жасы кіші демеңіз, ақылы асса аға ғой деп Жүсіптің біліміне бас иді. Оның айтқанын орындауға жұмыла кірісті. Алдымен сайдың тасындай мың жігітті іріктеп алды. Бәрі де өңшең, тасқа салсаң тасырқамайтын, мұзға салсаң таймайтын жарақты ерлер еді. Олар алдымен тоған қазып дарияның суымен толтырды. Нілді бөгеп, суын арнасынан асырып, жағалауын қара топыраққа айналдырды. Бүкіл егістікке жарамды жердің бәріне егін екті. Ат тұяғындай бос жер қалмады. Бірінші жылы егін бітік шығып, астық мол болды. Дәнді қауызымен жинады. Себебі қауызымен сақталған дән шірімейді. Әрі тышқан сияқты кеміргіштер үшкір қылы бар астыққа жоламайды. Патшаның қамбасы сол жылы ақ толып қалды. Екінші жылы екі есе өнім алды. Енді таудың баурайынан терең-терең қамбалар қазылды. Үшінші жылы арпа мен сұлы екті. Төртінші жылы тары мен жүгер екті. Бесінші жылы алуан түрлі дәнді дақылдың тұқымын жаппай сатып алды. Базарда олардың бағасы күрт өсті. Жүсіп: «Бағасына қарамаңдар, керек болса бір сандық алтынға бір қап тұқымдық сатып алыңдар» деп әмір қылды. Қазынадағы бүкіл алтын күмісті дәнді дақылға айырбастап, қазынаны қырманға айналдырды. Алтыншы жылы астық 6 есе өнім берді. Қорадағы да, даладағы да малдың бәрі шүйгін шөпке семірген сонша үстінен беттері домалап түсіп жатты. Басына ірткіп төгілген иттер жауынды жеуді қойды. Олар да ас та көк, тамаққа қарық болып, құлақтарының ұшына дейін май басып семіріп кетті. Ел есіре бастады. 7-ші жылы тұқымдыққа бір дан қалдырмай астықты қауызымен, үлгермегенін сабанымен қосып, қамбаларға жинатты. Қазылған қамбаның саны халқының санынан көп болды.
осылайша жүсіп келе жатқан 7 жылдық жұтқа қарсы қамданып тас түйін дайын отырды. Бір күні патша ыстық нан жегісі келді. жүсіп аспазды шақырып, нанды бидай емес арпаның ұнынан пісір деп бұйырды. Аспаз түсінбей аузы ашылып тұрып қалды. Сосын тапсырманы орындады. Патша арпа нанын сүйсініп жеп отырып, «Әй жүсіп, мына нанды қай наубайшы пісірді екен ә? Өмірімде мұндай нанды дәмді жеп көрмеппін», деп сүйсінді. жүсіп жымиып, «О падишах, бұл бидайдың емес арпаның наны», деді. Патша орнынан ыршып түрегелді. Ол малдың жейтін жемінен қалайша дәмді нан пісірген деп таң қалды. жүсіп, арпаның дәмді болғаны аштық басталды деген белгі. 7 ағайынды жұт келді деген сөз. Падишам, ертең еліңіз жеуге арпа тұрмақ шөптің тамырын таппай қалады әлі, деді. Патша мына суық хабарды естігенде бетінің қаны тартылып бозарып кетті. Далада көңілсіз жел тұрып, сар топырақты суыра бастады. Жұт басталды. Сол жылы жүсіп, биылдан бастап көктемде тұқым сеппейміз. Бәрібір енді егін шықпайды. Бірде-бір дән ысырап болмасын деп бұйрық берді. Басқа өлкенің ел жұрты бай бағланы жұрттың жеткенін білгенде жоқ, сезгенде жоқ. Олар жылдағыдай көктемде жерлерін жыртып, қап-қап тұқымдарын сеуіп тастады. Арада 2 ай өтпей жатып бүкіл егін күйіп кетті. Одан қалғанын көктен жауған көкқасқа шегіртке түгел тегіс турап кетті. Бидайдың даны тұрмақ, масақ табудың өзі мұңға айналды. Аңызақ жел тоқтаусыз тұрып қара топырақтың бүкіл құнарын ұшырып әкетті. Нілдің жағасы сексеу-лексеңде шықпайтын нағыз айтақырға айналды. 7 жыл қатарынан бір тамшы жаңбыр жаумады. Ніл өзені сол күйі тасымады. Су азайып, есек кешіп өтетін арыққа айналды. Сараңыздан сабан таппай мал атаулы қырылды. Сүйік мүжуге ерінетін семіз иттер қырдан тышқан аулап, сүйектерін сүйретіп, ауыл-аймақтан бір жола безіп кетті. Мысыр халқы әзірліктің арқасында аман тұрды. 7 түрлі жұт басқа аймақтың жұртын қынадай қырды. Талқан таппай елдің бәрі босып кетті. Дәулеті шалқыған байлар бір аяқ көжеге зар болды. Ақсирақ жұрттың артынан ақсөңке сүйектер қалды. Ашыққан ел құлаған ағаштың қураған тамырын қазып жеді. Жағдайы жақсылар былғарыдан жасалған бұйымның бәрін суға қайнатып, былжыраған шикі теріні шайнап қылғыта берді. Оны да таппағандар құм сахарадағы құрт құмырсқамен қоңызды теріп жеді. 7 жыл қатарынан бір түп шөп шықпай, жердің жүзі тулақтай тақыр күйге енді. Алдымен қайырсыз сараңдар, масылдар мен пейілі тарлар ажалдың найзасына түйрелді. Дарияның суы толық тартылып табаны қурап қалды. Жел соққанда май топырақтан шаһар көрінбей қалатын. Жүсіп астықты жан басына шағып, қатаң өлшеммен беретін жүйе жасады. Кедей-кепшікпен жетім-жесірге садақа қылды. Байларға сатып берді. Өзі тойып тамақ ішпеді. Тойып тамақ ішсем аш қарын жатқан ел жұрттың қайғысын ұмытып кетемін деп қорықты. 1 жылы жұрттың бәрі жаппай ірі қара малдарын астыққа айырбастады. 2 жылы алтын күмісін сатты. Астық 3 жыл қысқанда шыдай алмай құл күңдерін сатып бидай алды. 4 жылға көшкенде әшекей бұйымдарын түгел сатты. 5 жылы бір қап бидайға бүкіл үй-жайын сатты. Аштық 6 жылға ұласқанда өздерінің ұл-қыздарын ас-ауқатқа айырбастады. Жұттың 7 жылына жеткенде өздерін Жүсіпке құлдыққа сатуға мәжбүр болды. Осылайша бүкіл Мысыр жұрты Жүсіптің басыбайлы құлы мен күңі боп шыға келді. Осы кезде Жүсіпке Жебірейіл көрінді. Ол: «Ей Жүсіп, Раббыңның құдіретіне назар сал. 20 жыл бұрын сені осында құл қып сатып еді. Енді бүгін Мысырдың бүкіл халқы сенің құлың болды. Алла тағала сүйген құлдарын ешқашан қорлатып қоймайды. Ол нәбилерін бәрінен мерейін үстем етуші деді». Расымен де Жүсіпке құлдыққа сатылмаған Мысырдың бай мырзасы, ұлық кішігі, ер әйелі, кедей кепшігі қалмаған еді.
шықпа жаным шықпа деп қара көжесін талғажау етіп әзер күнін кешіп жатты. Қанша жерден алдын ала дайындық жасаса да 7 жылдық жұт өте ауыр соққы болды. 7-ші жылдың жазына жеткенде Жүсіптің қоры таусылды. Бір амал ойлап таппаса болмайды. Аштықтан ес ауа бастаған халық бірін-бірін жеп қоюға шақ отырды. Ал егіннің толық пісуіне әлі 15 күн уақыт бар. Жүсіп ең соңға малға көшті. Ауқат беремін деп бүкіл халықты бір жерге жинады. Өзі дөңнің үстіне шығып, бетіндегі пердесін жұлып алып лақтырып жіберді. Жүсіптің жамалынан ескен иманның асыл нұры қалың жұртты есінен тандырды. Үзілуге шақ отырған қара халық ашаршылықты ұмытып кетті. Осылайша 15 күн бойы аш халықты нұр дидарымен алдандырып, әзер ұстап отырды. Жарты айдан бері нәр тартпаған жұрттың көзі қарауытып, ішегі бұратылып, әл дәрмені құрып, күш-қуаты әбден сарқылды. Жуан жіңішкеріп, жіңішке үзілетін жерге келді. Енді 3 күн созса жұрт жаппай қырылады. Сол кезде жайқалып тұрған егістікте пісіп үлгерді. Бидай ораққа түсті. Мысыр халқы астыққа қарқ болды. Осылайша Жүсіп Мысыр халқын ұлап аттан аман алып шықты. Раян патша күлге шөккен кәрі бурадай жасы келіп, қартайып қалған еді. Бір күні ол: «Уа халқым, Жүсіп жаста болса бас болып ажал дариясына өткел салып бізді құтқарды. Оның ақыл парасаты бәрімізден үстем болды. Мен қартайдым, күш-қуатым сарқылды. Кәрілікте өмір су, үміт бу, ой у деген. Бұдан артық тақта отырғаным жарамас. Енді патшалықты Жүсіпке тапсырамын», деді де тағынан түсті. Алтын тәжді Жүсіптің басына кигізді. Осылайша Жүсіп Мысырдың тағына жайғасты. Жүсіп бас уәзірлікке кімді қойсам деп ойланып отырған еді. Осы кезде Жебірейіл келіп: «Әй Жүсіп, ертең атқа мініп дарбазаның алдына барып тұр. Бірінші қақпадан кім кіреді, соны уәзір ет», деді де ғайып болды. Жүсіп қаланың қақпасының алдына барып тұрды. Шапаны шұрқ тесік бір пақыр бірінші болып шаһарға кірді. Мұндай адам қайтып уәзір болмақ деп Жүсіп күдіктенді. Сол заманда Жебірейіл: «Ей Жүсіп, оны сыртқы киіміне қарап кем тұтпа, дұрыстап қара. Сен бұл жігітке қарыздарсың. Баяғыда Зілиха саған жала жапқанда бесікте жатып сенің ақ екеніңе куәлік еткен нәресте осы болатын», деген. Жүсіп таң қалғаннан аттан ауып кете жаздады. Атынан секіріп түсіп, жүгіріп барып сәлем берді. Астына ат беріп, сарайға қошеметпен алып келді. Үстіне жібек шапан кигізді. Оны өзіне бас уәзір етіп тағайындады. Осылайша Жүсіп пайғамбар әділдікпен ел басқарды. Жалғасы келесі шығарылымда.